Бұл фильмді көрген адам міндетті түрде жылайды. Бұл тайландтық фильм. Фильм тіпті бұл Оскарға үміткер болайын деп қалған фильм. Сондықтан да бүгін дәл осы фильм туралы айтқым келеді. Бабуль, Почему ты вдруг решил переехать? Что-то ты зачастил ко мне. соскучился. Принес тебе вкуснейшего супа с говядиной. Я тут вообще-то молилась. И мясо не ем. Я завтра поеду с тобой на рынок. Во сколько встаем? 5 утра. А чё так рано? Ранняя пташка всегда найдет червячка. Жалпы тайландтық сериалдарды лакорн деп жатады. Менің оқырмандарымның ішінде лакорнды жақсы көретін жандар өте көп, дегенмен де мен бүгін лакорн емес, фильм туралы айтамын. Бұл жерде үлкен әже қатерлі ауырады, сонымен бірге оның немересі бар. Немересі басында әжесіне мұраға ие болу үшін ғана көмектесіп жүреді, бірақ кейін екеуі бірге өмір сүреді, әжесіне қамқор болады. Содан кейін әрине әже мен немере арасындағы үлкен махаббат көрсетіледі. Сондықтан да бұл фильмде міндетті түрде жылайсыздар. Менің ойымша әсіресе әженің баласы болған немерелер міндетті түрде жылайтын сияқты. Сондықтан да көруге кеңес беремін. Фильмнің аты «Бабушка на миллион».